Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. 28 шілде, жексенбі, автокөлік бағасын білуге келіп отырмыз. Алматы қаласы. Lexus S300 2003 жылғы 3 объем автомат 7 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі Toyota Camry 45. Так, 2010 жылғы дейді. 2.4 объем автомат. Бағасын жазбаған екен. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы бірақ. Toyota Camry 40. $5 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі осындай. Mercedes S450 2006 жылғы. Оның объемы 4.7 болады. 5 миллион 999 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Салон көрейік. Арт жағындағы көрінісі. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі бәрі кожа. Орындықтары бәрі үстінде люгі бар. Артқы жағындағы мынандай көрініс. Алдыңғы жағына бәрі таза жақсы. Алдыңғы жағынан қарап жіберейік. Батырманың бәрі бар. Ішкі әлемі жақсы. Бәрі кожадан. Мерспен ауыратын жігіттерге осы номерге хабарлассаңыз болады. Жақсы көлік. Toyota Camry 70 2018 жылғы 2.5 коробка автомат 7 миллион 500 мың сұрап жатыр. Көліктердің артқы жағындағы жағдайы осылай. Салонын қарап жіберейік. Ішкі әлемі таза, жақсы. Батырмалары көп. Арт жағындағы орындықтары да таза, жақсы. Мынау бізде Lexus. Так, Lexus'тың бағасы 12 миллион 500 сұрап жатыр. 2011 жылғы 3.5 объем. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі. Багажник осындай екен. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі мынандай. Матамен қапталған орындықтары. Іші таза. Арты жағы орындығы осындай. Таза бәрі жақсы. Mercedes S222. Бұл бізде комментарийде бір кісілер айтқандай. Mercedes'ті неғып түсірмегенсің, қорғасың ба дейді. Mercedes'ті түсіруге. Мен айтып жатырмын, қорқамын не.
Mercedes S-класс 222 2014 жылғы 407 автомат 25 миллион 600 мың сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Еш жер орылмаған, сызылмаған, мыжық жырық жоқ. Volkswagen Touareg 2017 жылғы үш объем коробкасы автомат 13 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Внедорожник дейді ғой, соның жақсысы ғой бұлар. Осы Touareg деген. Бұл бізде Honda Американка 2021 жылғы 1.5 вариатор 12 миллион 200 сұрап жатыр. Бір сағаттарда шығар? Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрінісі. Бұл бізде Chevrolet Malibu 2017 жылғы 2 объем автомат 8 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісі. Lexus NX 200 2015 жылғы 2 объем автомат 14 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі жақсы. Toyota Camry 45 2011 жылғы 2.4 автомат 7 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісі. Еш жері мыжылмаған, сызылмаған, ұрық жоқ, шірік жоқ. Toyota Camry 2003 жылғы 2.4 автомат 4 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Ішкі салоны орындықтары велюр. Бұлай таза іші. Артқы жағы таза. Toyota Camry 2004 жылғы автомат 5 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Шірік жоқ, ұрылмаған, сырылмаған. Артқы жағындағы көрінісі. Toyota Camry десятка 93 жылғы 2.2 механика 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісі. Toyota Camry 25 европеец 2000 жылғы газ бензинмен жүреді. Автомат
4 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Ондағы көрінісі жағдайы жақсы сияқты. Ішкі әлемін көріп жүрейік. Ішкі әлемі осындай таза, жақсы, ешер сырылмаған, сынбаған, бәрі орында. Артқы жағын қарап жіберейік. Арт жағы бір таза. Volkswagen Polo 2015 жылғы 1.6 коробкасы автомат 4 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрініс бұл бізде Москвич 55 мың пробег дейді, хозяин айтады. Гаражда сақталған, айдалмаған. Москвич 2141 90 жылғы 1.5 механика 1 миллион 500 мың сұрап жатыр. Сыртқы мынандай машиналарға жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Жылына жақсы сақталған десе болады. Багажнигі осындай екен. Таза жақсы, артқы көрінісінен алдыңғы салонын көрсе болады. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлем осындай. Бәрі таза, жақсы. Рөлді қарасаңыздаршы. Артқы жағы орындығы осындай. Жақсы. Алам десеңіздер, номерге хабарласыңыздар. Бұл бізде Toyota Mark 2 96 жылғы 2 кабин автомат 3 миллион 100 сұрап жатыр, бірақ келісім бар екен. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі таза, жақсы. Артқы жағы да жақсы, таза.